Сәлеметсіздер ма, менің қадірлі көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Базаркүл, жасым 63-те, пенсиядағы апамын. Мен өзіме YouTube каналын ашып, осылай ермек тауып алдым. Әртүрлі дәмді тамақтардың рецепттерін көрсететін боламын сіздерге. 8 мартқа дейін 1000 подписчик жинайын деген мақсатым бар еді. Сіздер подписка жасап, лайк қойып, маған көмектесіп отырыңыздар, қолдау көрсетіңіздер. Мен риза болып қаламын. Бүгін мен сіздермен бірге осындай арасында ерекше салмасы бар, ерекше дәмді нан дайындайтын боламыз. Ол үшін бастайық онда. Бүгінгі біздің тағамымызға керек заттарымыз, ол әрине 1 кесе ұн, бұл жерде 450 грамдай ұн бар, 100-130 грамдай сармай, немесе жақсы маргарин, менде бүгін жақсы маргарин, 100 грамдай жылы сүт, 100 грамдай жылы су, және 1 шай қасық қант, 1 шай қасық дрожжи, және 1 шай қасық тұз керек. Ары қарай жалғастырамыз. Алдымен маргаринімізді ерітуге қоямыз. Осы жерде 130 грамдай маргарин, оны газға ертіп аламыз. Қайнап тұрған судың үстіне қойып ертіп аламыз. Енді кеңірек ыдыс аламыз да, жылы сүтімізді құямыз. Одан кейін жылы суымызды құямыз. Сүт 100 грамм, су 100 грамм, 200 граммдай сұйықтық болды. Әрине оған қантымызды саламыз. Және тұзымызды саламыз. 1 шай қасықты. Сөйтіп, бұларды ертіп аламыз. Жақсылап ертеміз. Еріп болғаннан кейін жаңағы дрожжымызды саламыз. Енді бір минуттай күтеміз, араластырып қоямыз да. Дрожжымыз көпіршіп бетіне шығу керек. Дрожжымыз көтерілгенше біз сармаймызды ертіп алдық. Оны жайлап, қатты ыстық құюға болмайды. Осылай шетінен етіп құйып шығамыз. Дрожжымыз тоқтап қалмау керек. Өстіп жайлап құйып аламыз. Араластырып қоямыз. Және бар болса тағы 1 жұмыртқа қосып жібереміз. Мен қол астында 1 жұмыртқа бар екен. Осын қосып жіберейін деп шештім. Оны да араластырып жібереміз. Жақсы бәрін араластырып болғасын. Ұнымызды жартысын саламыз алдымен. Мен ылғи айтамын, осы маргарин, сұйық май қосылған тағамдарда илеп жатқан кезде ұнды бірден салмаймыз. Алдымен жартысын салып, кішкене илеп араластырып аламыз. Сосын қалғанын салып жалғастырып илейміз деп. Себебі бұл мұндай тағамдарды жасағанда майлы қамыр иленген кезде ұнды бірден өзіне тартып алады да, қаттырақ болып шығып қалады. Біздің жасап жатқан тағамымызда ондай қатты болғаны керек емес. Жұмсақ болғаны керек. Қамырдың өте жұмсақ, қолға икемді сондай болғаны керек. Сондықтан қалған ұнды тағы да қосып жібереміз. Жақсылап араластырамыз. Қолмен жалғастырамыз илеуді. Міне, қамырымыз дайын болды. Енді бір 40-50 минутқа бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Көтерілсін. Ісімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз қамырымызды жылы жерге жауып қойдық, көтерілгенше деп. Пока қамырымыз көтеріліп атқанда, біз оның арасына салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 300-350 грамдай фарш қажет. Мен фаршты қолдан өткізіп дайындап қойдым.
майлы ет екен, бәрін жақсылап өткізіп қойдым. Мынандай бір ұсақтау болса, осындай бір 3 тал пияз керек. Әрине, дәмін келтіру үшін 1 шай қасық тұз, 1,5 шай қасық кинза зира, паприкадан толтырып 1 шай қасық қосамыз. Кинза зираны 1,5 қасықтан қосамыз. Мынандай шай қасықпен тұзды 1 шай қасық толтырып қосамыз. Қазір бәрін араластыратын боламыз. Және салмамыз нәзік болсын деп, азғантай су және сұйық май қосатын боламыз. Сұйық май 1 ас қасықтай ғана. Алдымен пиязымызды турап аламыз. Пиязымызды турап аламыз. Фаршымызды кеңдеу ыдысқа салып қоямыз алдымен. Пиязымызды ұсақтап турап саламыз. Және де бұл салмамызға мен мынандай бір 200 грамдай свежий капуста қосқым келіп отыр. Мен үйде капустадан піскен, таза капустадан піскен тамақты онша жемейді немерелерім. Сондықтан мен осындай дәмді тамақтарға қосып жіберем. Бұл капустада өте дәрумендер көп. Қазір көктем кезі, бәрімізге витамин керек, дәрумен керек. Сондықтан мен осыны қосып жіберетін болам қазір. Ол үшін мұнда ұсақтап тура жібереміз. Мүмкін болса көбіктеп. Не, капустамызды турап алдық. Енді қазір бәрін араластыратын боламыз. 1 шай қасығымыз, наверное, аздау болады тұзымыз. Сондықтан тұзды 1,5 қасықтай қосатын боламыз. Қалғандары сол қалпында қала береді. Біз жаңағы пиязымызды, 1 қасық тұзымызды сеуіп, пиязымызды мұжып аламыз. Соғын шығарып пиязымызды. Оны соғы шыққаннан кейін еттің үстіне саламыз, тартылған еттің үстіне. Енді 1,5 қасықтай тұзымызды сеуіп, капустаның үстіне саламыз. Мұнда мұжып аламыз. Осы тақтайдың бетінде тұрғанда кішкене шамал ессек, капуста жұмсарып, кішкене көлемі азаяды. Оны осылай салмамыздың үстіне қосамыз. Артығын ала саламыз. Қажет емес бұл. Міне қазір енді бұны кеңдеу ыдысқа салмасам болмайын деп тұр. Араластыру қиын болайын деп тұр. Сондықтан кеңдеу ыдысқа саламын да жақсылап араластырып беремін. Алдымен араластырып аламын. Содан кейін қалған дәмдеушілерімді қосамын. Міне, уже көлемі көрінбей кетті капустаның. Тұзы жеткілікті. Біз жаңағы кинза және зирамызды 1,5 шай қасықтан осылай қосып жібереміз. Және паприкамыз. Паприканы көбірек қоса береміз. 1 шай қасықтан артық салсаңыз да болады. Бұл аш емес, тәтті бұрыштан жасалған паприка. Жаңағы сұйық майымыз 1 қасықтай.
бір ас қасық сұйық майымыз, және бір ас қасықтай жай су. Бір ас қасықтай, бір жарым ас қасықтай дейік. Жай су, салқын су. Жақсылап араластырамыз. Қамырымыз көтерілем дегенше, біздің бұл салмамыз әбден маринованный болып, жаңағыдай жақсы болып тұрады. Дәмі кіріп, дәмі сіңіп бір-біріне түсуге дайын тұрады. Сондықтан қамырымыздың арасына салған кезде бұл тез және оңай пісетін болады. И дәмі де жақсы болады. Мен басқа заттар дайындағанда да, басқа видеоларымда да ол туралы айтып жүрем. Егер фаршымыз жаңағыдай қаттылау, тығыздау қалса су қосамыз, немесе жаңағыдай капуста мен пияз қосқанда кішкене мұжғылап аламыз, соғын шығарып деп. Кішкене алдын ала салмамызды дайындап қоямыз. Сол дәмді шығу үшін, дайындаған тағамымыз дәмді шығу үшін. Міне қамырымыз көтерілді. Енді біз қазір бұларды кішкентай бөліктерге бөлетін боламыз. Дастарханымызды кішкене майлап қойдық. Қолымызды да осылай майлап аламыз. Өте жұмсақ, әдемі шықты қамырымыз. Міне қамырымызды бөліктерге дайындап алдық. Осылай бір 2-3 минут күтеміз. 2-3 минутта қамырымыз тағы кішкене көтеріледі. И ары қарай жұмыс істеуге икемді болады. Мен алдын ала 16 бөлікке бөліп дайындап қойдым. Осылай салып дайындап аламыз. Енді түйіп шығатын боламыз. Кішкене басын қыраймыз, салмамызды. Осылай жан-жағын бүріп, түйіп шығатын боламыз. Менің каналдарымды қарап отырсаңыздар, осындай неше түрлі әдіспен иленген қамыр, неше түрлі әдіспен түйілген самсалардың рецепттерін көретін боласыздар. Лайк басып, подписка жасап отырыңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа рецептерді алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Хабардар болып отырасыздар менің рецептерімнен. Пенсионер апаға қолдау көрсетіп қойыңыздар. Міне осылай кішкене ашыған қамырды осылай
түйіп болғаннан кейін кішкене бетін жауып бір 10-15 минутқа қойған дұрыс болады. Ішіндегі салмасы осында еттен болған жағдайда 15 минутқа. Осылай кішкене басып қоямыз қолымызбен. Қазір қамырымыз пешке түскенде көтеріліп кетеді қатты. Сондықтан осылай басып қоямыз. Жұмыртқаның сарысына сүт араластырдым. Енді әдемілеп бетіне жағып шығамыз. Міне біздің самсамыз дайын болды. Ашыған қамырдың ішінде салмасы бар қазақша самса. Өте дәмді, иісі керемет. Қазір бұны мен сіздерге көрсетемін. Міне. Саламатсыздар ма, менің қадірлі көрермендерім? Бүгін біз осындай ауызға салса еритін, қамыры нәзік, ерекше дайындалатын, ішіндегі салмасы да арасы бұл бұрқырап тұр. Иісі керемет міне. Арасы соғы міне, суы шығып, соғы көрініп тұр. Сөлі шығып, еттің, капустаның, пияздың. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, подписка жасап қойыңыздар. Қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алғашқылардың бірі болып, менің каналымдағы видеоларды көріп отырасыздар. Дәмді рецепттермен таныс боласыздар.